Адамның өлуіне дейін алып келетін ешқандай бір қиындықсыз ажырасу болады. Ол сенен кейін сені кім алсын деп айтуы мүмкін. Алимент темасы міндетті түрде қозғалу керек. Сәлем, сіздермен бірге мен Фариза Халық, практик психолог коучпын, қарым-қатынас экспертімін. Өзімнің каналымда сізді көргеніме өте қуаныштымын. Жақсылап орналасып алыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі бізде айтылар тақырып күйеуіме қалай ажырасу туралы айтсам болады. Бұл көп әйел адамнан келетін сұрақтардың бірі, және осы видеода мен жауап бергім келеді. Ең алдымен естеріңізге салғым келеді, әр айдың 15 және 16 күндері талисман атты марафон жүреді. Ол жерде біз сенімділікті арттыру, өзіңізді жақсы көру бойынша арнайы техникалар беріледі. Ер азаматпен өзіңізді қалай ұстау керек, жігіттің есінде қалай қалуға болады, бұрынғы жігітті қалай ұмытамыз деген сынды қарым-қатынастағы үлкен проблемаларды талқылаймыз. Қосылам десеңіз, видеоның астында ссылка болады, сол бойынша өтіп тіркелсеңіздер болады. Бүгінгі айтар тақырыбымыз сол тақырыпқа оралайық, яғни қалай күйеуіме мен ажырасу туралы айтам. Көп әйел адам осы бір решенияға ұзақ уақыт жүріп барып келеді. Бірі таяқ жейді, бірі изменаны көреді, бірі жай ғана түсініспейді. Қарым-қатынас бар, отбасысы бар, бірақ өзін жалғыз сезінеді. Немесе жай ғана балалары үшін барлығына көніп шыдап жүреді. Бұл енді қазіргі уақытта өте жиі кездесетін проблемалардың бірі. Егер ажырасуға шынымен де шешім қабылдаған болсаңыз, енді оны қалай жеткіземін, при этом өзіңіздің ресурсыңызды құртпай, яғни эмоционалдық, энергетикалық, психологиялық тұрғыда шашырамай, қалай қарым-қатынасты дұрыс аяқтаса болады. Осы нәрсені мен айтқым келіп тұрды. Неге бұл тақырып маңызды? Жай ғана тұрып бар, мен ажырасам болды міне деп разводқа бір арыз жаза салғанмен, ол болезненный этаппен өтеді. Бірінде ол угроза болады, бірінде ол адамның өлуіне дейін алып келетін бір жағдайлар орын алып жатыр. Сол үшін сіздің эмоциялық жай күйіңіз, психологиялық жағдайыңыз бұзылмас үшін арнайы отырып дайындалып, және мен айтқан рекомендация бойынша жасайтын болсаңыз, сіз үшін әлдеқайда экологиялық, яғни таза, ешқандай бір қиындықсыз ажырасу болады. Көбіміз ажырасып аламыз, эмоцияға салынамыз, кейін қайта қосылғымыз келеді, тіпті кейбірі келіп кетіп жүре береді. Яғни отбасылық қарым-қатынас бір кіріп шығатын есік сияқты болып қалады. Ондай болмас үшін изначально шешіңіз. Міне мен ажырасайын деп шештім. Қандай аргумент бар? Не үшін? Күйеуіңіз ұра ма сізді? Әлде ол ішімдік іше ма? Мысалы 10 жыл бойы әлі ішімдігін қоймайды, жүрген жерде сізге ыңғайсыз ба? Немесе сіз күйеуіңіздің қасыңызда внимание бөлмейтін шығар, сыйлық алмайтын шығарсыз, ешқандай бір жылу жоқ, қолдауды, махаббатты сезінбейтін боларсыз, немесе сіздің көзіңізге шөп салды ма? Қандай аргумент бар, барлығын жинақтап алыңыз. Мен не үшін бұндай шешімді қабылдап жатырмын? Жай ғана на эмоциях болды, бітті деп емес, нақты анықтаңыз. Осындай аргумент болған кезде ғана біз дұрыс түсіндіре аламыз да. Сол күйеуіңізбен екінші жасайтын жер, бұл жасайтын нәрсе көпшілік ортада барып сөйлескеніңіз дұрыс. Яғни бұл кафеде, бұл ресторанда, паркте, әйтеуір далада. Үйде оңаша екеуіңіз болса, кейбір ер азаматтар бұл аргументті қабылдай алмауы мүмкін, кейбірі қол көтеріп жібереді, кейбірі үлкен бір ұрыс-керіске алып бару мүмкін. Кей отбасыларда соны тіпті өліммен бітіп жатады, жаңағы айтқандай. Сол үшін сіздің қауіпсіздігіңіз үшін көпшілік бар жерде айтсаңыз, тем более күйеуіңіздің қандай екенін білетін болсаңыз. Айтыңыз, міне менде осындай себеппен мен сенімен ажырасқым келеді. Мынандай нәрсе маған ауыр тиді. Мен мынаны көтере алмайды екенмін. Ни в коем случае мынандай нәрсе болмасыншы. Сен оңбағансың, сен бүйтпедің, мен сені мынандайды күттім, сен андай жасау керек едің, сен еркек емессің деген сөзбен емес. Бұл сізге де ауыр тиеді. Сізде оған бір жауапты міндетті түрде естейсіз. Сол үшін
асықпай, жаймен, баппен, маған ауыр тиді деген форматта ғана айтсаңыз, вот маған больно болды, мен мынаны күттім, болмады, менің көзіме шөп салғаның ұнамады, маған қол көтергенің больно, немесе балаларға мүлдем көңіл бөлмейсің, тағысын тағы. Яғни мен деген тараптан ғана айтамыз, вот сен деп емес. Бұл бірінші бастапқы кезде жасалыну керек нәрселер. Үшінші нәрсе манипуляция. Манипуляцияға берілудің қажеті жоқ. Мынандай нәрселер болады, болды, сен менен кейін сені кім алсын деп айтуы мүмкін ер азаматтар иногда. Вот сен оңбағансың, тағы не дейді? Вот мен сияқты сені ешкім жақсы көре алмайды, сен ешкімге керек емессің, тіпті сен ата-анаңа да керек емессің, сен ана бауырың сені қарсы алады деп ойлап тұрсың ба, қайда барасың, өмір сүре алмайсың сен менсіз деген сынды сөздерді айта бастаса, бұл манипуляцияның белгісі, және оған қатты бір эмоция берудің де қажеті жоқ. Изначально түсініңіз, біліңіз, егер ол бұрыннан бұл сөздерді айтып жүрген болса, қандай да бір сізді қорқытып, угрозамен ұстап жүрген болса, онда бұл сөздерге эмоция бермейміз, және ответ қайтарып, оған бір қиналудың қажеті жоқ. Төртінші факт, бұл ер азаматтың қол көтеруі, немесе өлтірем деп қорқытуы мүмкін, балалар тартып алам, тағы сол сияқты. Бұндай нәрсе шынымен де жаңалықтарда өте жиі көріп жатамыз. Ажырасам деп алғаннан кейін әйелдерді ұрып соғып тастайды. Бұл нәрсе біздің қазақтың менталитетіне сәйкес ашық, анық еш жерде айтыла бермейді, бірақ ондай әйелдер менде өте көп. Сол үшін айтқым келеді. Егер ажырасам деп шешсеңіз, бұл туралы бірінші әкеңізге, бауырыңызға, қандай ер азаматтар бар жаныңызда, соларға ескертіп айтыңыз. Вот мен мынандай решение принимать еттім. Мені қолдаңыздар. Маған мынандай қауіп төнуі мүмкін, да? Мені көшеде ұрып кетуі мүмкін, өлтіріп тастауы мүмкін, пышақтап тастауы мүмкін. И открыто айтыңыз. Әкеңіз, бауырыңызға айта алмасаңыз, білмеймін, досыңыз бар шығар, жергілікті жерде білмеймін, участковый бар шығар. Соның барлығы ескертілу керек. Бұл біріншіден сіздің жеке қауіпсіздігіңіз үшін. Вот әйел адамдар осы қауіпсіздікке өте қатты мән бере бермейді. Маған не істей алады деп ойлауы мүмкін. Эмоцияның деңгейінде ер азамат ашуланатын болса, немесе бұл информацияны қабылдай алмайтын болса, онда ол маған да жоқ, саған да жоқ деген позицияны ұстанатындар болады. Енді неше түрлі жындылықтар жасайды. Сол үшін өзіңіз үшін қауіпсіздікті ойластырыңыз. Бұның барлығын айтпастан бұрын. Ең соңғысы, думаю, физикалық қауіпсіздіктен бір бөлек, енді эмоциялық және энергетикалық, психологиялық тұрғыдан қауіпсіздікті қамтамасыз етіңіз. Балаларға қалай әсер етеді? Білмеймін, балаларға кеп сіз туралы жамандамай үшін, балаларыңыз үлкен болса, вот мынандай себеппен бізде мынандай болып жатыр деп үлкен кісіше оларға айтыңыз. Түсініксіз жағдайда болмасын, ертеңгі күні екі ортаға баланы салып жатады, ер адамда, әйел адамда. Балалардың психологиялық жағдайын құртпасаңыздар екен деймін. Ашық айтыңыздар, мынандай болды, осылай деп жасап жатырмын. Сендер қалай қарайсыңдар? Егер балаңыз уже 10-нан асқан болса, оларда таңдау еркі бар, сізді тыңдай алады, оларда бұның барлығын көріп жүрген болса, оларда сізді түсіне алады. Және ең бірінші қолдауыңыз бұл балаңыз екенін есіңізге салғым келеді. Бір өзіңіз іштей тығылып алып, қиналып, қымтырылудың қажеті жоқ. Шешімге келгеннен кейін нақты келіңізші. Яғни ажырасып, қосылып, қайта-қайта жүрмес үшін. Четко біліп алыңыз. Мен нені қалаймын, және нені қаламаймын, қайда бара жатырмын. Қалғанын ойластырасыз. Яғни жұмыс жасау, квартира, тағысын тағы. Тұратын жеріңізді, балалардың қажеттілігін ер азамат өтеу қажет, және бұл алимент темасы міндетті түрде қозғалу керек. Жоқ, мен алмаймын, ештеңе керек емес десеңіз де, балаларыңыздың несібесінен, балаларыңыздың жауапкершілігінен әкесін босатып тастаудың қажеті жоқ. Ол әке ретінде өзінің барлық жауапкершілігін мойнына алсын. Барлық жауапкершілікті мойныңызға салып алып, кейін қиналып отырудың қажеті жоқ. Даже алмайым деп қашатын ер азаматтар болады, бірақ ол үшін заң бар, сот бар, арнайы мамандар бар. Жүгініңіз. Өзіңізді өзіңіз қорғай алмасаңыз, қазіргі уақытта, ертең күні мына балаларды да қорғай алмайсыз. Сол үшін оқыңыз, білім алыңыз, дамыңыз. Қараңғылықта отыра берудің
қажеті жоқ, қазір ондай заман емес. Осы жалпы бүгінгі айтқым келгені, өзіңіздің эмоционалдық состояниеңізді сақтаңыз. Ажырасқаннан кейін, міндетті түрде бұл жерде депрессия болуы мүмкін, күйзеліске адам түседі, бірақ сонша ұзақ уақытқа емес. Егер 3 айдан асып 6 ай, 1 жыл, 2 жылға кетіп бара жатса, бұл жерде тағы да жергілікті жердегі маманға барып жұмыс жасасаңыз болады. Айтқым келетіні, қазір менің YouTube каналыма және Instagram желісіне жазылып қойыңыздар, және ол жақта арнайы дайректке өтіп гайд деп жазатын болсаңыздар, сіздердің таңдауларыңызға, сұраныстарыңызға сай сіздерге бонусқа кітапшалар беріледі. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астында қойсаңыздар, келесі видеоларда мен сол сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Келесі кездескенше.